Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, сіздерге бүгін өте дәмді, ерекше самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Бұл самсаның тестасы, яғни қамыры өте жұмсақ, жұқа және де дәмді, құрамы қарапайым ингредиенттерден тұратын және де тез дайын болатын самсаның бір түрі. Ең алдымен іске кіріспестен бұрын әдеттегідей менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен самсамыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін оның үстіне сары майды немесе маргаринді үккіштен өткізіп, теркіден өткізіп, регулярно онымен араластырып отырамыз. Сары майды бір-біріне қайтадан жабысып қалмас үшін. Осылай бәрін үккіштен өткізіп, қолымызбен араластырып, біркелкі болғанша оның үстіне тұзды саламыз. Тұзыңыз барынша ұсақ болғаны жақсы. Және де оның үстіне қаймақпен бір жұмыртқамызды саламыз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес, кез келген 10 немесе 20-25% қаймақ пайдалануыңызға болады. Міне осылай самсамыздың қамырын илейміз. Барынша жақсылап араластырып, арасында түйіршіктер немесе ұн қалып қоймас үшін мұқият жақсылап илеп алыңыздар. Жақсылап илеп алғаннан кейін оның бетін пищевой пленкамен орап холодильникке қоямыз. Холодильникке сағаттап қоюдың қажеті жоқ. Тек қана начинкасын дайындап алғанша кішкене салқындатып аламыз. Мен айтпасам да белгілі шығар, жалпы самсаның дәмді болуы ол тікелей фаршына байланысты, яғни ішіне салатын начинкасы, яғни салмасына байланысты. Сондықтан барынша сапалы фаршты пайдалануға тырысыңыз. Сонымен ішіне салатын овощтарымыз, яғни картоп пен жуаны ұсақ қылып, төрт бұрыштап турап аламыз да фаршымызға қосамыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Жуаны төрт бұрыштап турап, фаршқа салып, оны жақсылап араластырамыз. Тұз бен бұрышымызды салып. Тағы да бір айта кететін жайт, егер сіздің фаршыңыздың майы аз немесе құрғақтау болса, фаршыңыз, оған сұйық майдан кішкене бір шай қасықтай қосып араластырып жіберуіңізге болады. Сонда фаршымыз, яғни начинкамыз сочный болып шығады. Жақсылап араластырып алдық. Енді самсамызды түйуге кірісеміз. Самсаны түйудің жолын қазір көрсететін боламын. Әр бөлшекке бөлгенде күлшемізді әрқайсысын 40 граммнан өлшеп бөлдім. Егер сізде весы болмаса, өзіңіздің көз мөлшеріңіз бойынша шамамен бірдей бөліктерге бөліп алуыңызға болады. Менде 40 граммнан 13 самса шықты.
Міне көріп тұрғандарыңыздай ішіне фаршты салғаннан кейін шетінен бастап дөңгелетіп біріктіріп шығамыз да екеуі жақындаған кезде үшбұрыш қылып жібереміз. Жалпы көрініп тұрған шығар видеода да, түсінікті деп ойлаймын. Міне осылай барлығын түйіп шығамыз самсамызды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бұл самсаның тестасы деген өзіме қатты ұнады. Прям самсада өте күшті, өте дәмді болып шықты. Міне самсаларымыздың бәрін түйіп болдық. Формамызға пергамент қағазын жайып, оның үстіне самсаларымызды тізіп шықтық. Араларын қатты жақындатпай, кішкене араларынан орын қалдырыңыздар, себебі піскен кезде кішкене самса көтеріледі. Бетіне жұмыртқан сарысын жағып, ақ күнжутпен және де макпен әрлеп шығамыз бетін. Міндетті түрде макпен, күнжутпен әрлеу міндетті емес. Үйде қайсысы болса соны пайдалануыңызға болады. Қара күнжут пайдалануыңызға болады. Бетіне мүлдем ештеңе сеппей пісіруіңізге де болады, егер сізге күнжут пен мак ұнамайтын болса. Жалпы өзіңіздің ыңғайыңызға қарай, өзіңізге ұнайтын дәндерді пайдалансаңыз болады бетін әрлеуге. Ал печкаге салайық. Печкаде мен 210 градуста 40 минутта пісіп шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, аппетитный, көзді тартатындай, дастарханның сәнін ашатындай өте әдемі, шапшағын самсалар пісіп шықты. Дәмін көрсеңіз ғой енді деген, өте дәмді. Егер рецепт сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.